Мен Мұғалжар ауданы Елек негізгі орта мектебінің 9 сынып оқушысы Мұрат Аружан. Бүгінгі менің бизнес жобамның тақырыбы микрозелень өндірісі үй жағдайынан табысты бизнеске дейін. Бұлай келсек, микрозелень деген не және оның артықшылықтары. Микрозелень дегеніміз бұл жасыл көкөністердің кішкентай түрі, және олар толыққанды өсімдіктерге қарағанда дәрумендер мен алюминдерге өте бай. Олардың қоректік байлығы құрамында А, С, 2 дәрумендері және минералдар темір, кальций, магний, антиоксиданттар көп. Денсаулыққа пайдасы: олар иммунитетті нығайтып, ас қорытуды жақсартады. Сонымен қатар олар қабынуды азайтады. Қарапайымдылығы: үйде тез өсіріліп және аз орын алады. Олардың өсу күні 7-14 күн. Микрозелень өндірісінің нарықтық трендтері: әлемдік өсім 12%-ға 2025 жылы өседі деп болжануда, және сұраныс 75%-ға артты. Сонымен қатар Қазақстан экологиялық таза және пайдалы өнімге сұраныс артып келеді. Танымалдылығы 60%. Қала тұрғындары мен мейрамханаларда танымалдылық жоғары, өйткені олар тағамда ерекше дәм мен эстетика береді. Үй жағдайындағы микрозелень өсіру негізгі кезеңдері: біріншісі тұқым таңдау. Олардың сапалы және органикалық екеніне көз жеткізу керек. Екіншіден, өсіру әдісі. Оларды классикалық топырақта немесе заманауи гидропоника әдісін қолдануға болады. Үшіншісі, күтім және бақылау. Тұрақты суарып тұру және жарықтандыру, және оңтайлы температурада сақтау. Өнім жинау кезінде жапырақтары шыққаннан кейін 7-14 күнде жинауға болады. Қажетті құрал-жабдықтар мен шығындар: ең біріншісі контейнерлер және тұқымдар, әртүрлі сапалы тұқымдар, субстрат, арнайы микрозелень топырағы, жарықтандыру, өсімдіктердің өсуіне арналған LED шамдар. Қосымша құралдар: ол су бүріккіш, температура мен ылғалдылықты өлшегіш және кішкентай қайшы. Осының барлығына бастапқы инвестиция 50 000-150 000 теңге арасында. Бұл жабдықтардың көлеміне және сапасына қарай. Микрозелень бизнесін бастау: алғашқы сатылым мен маркетинг. Мен болашақта осы микрозельмен айналысқым келеді. Сондықтан да мен алғашында сатылым каналдары, жергілікті фермерлік базалар және экодүкендерге, кафелерге және денсаулықты күтіп сақтау клиенттеріне тікелей жеткізу арқылы бастаймын. Әлеуметтік медиа маркетинг: Instagram, Facebook және тағы басқа әлеуметтік желілер арқылы өнімдерді суреттерін салып және пайдалы қасиеттері мен рецепттерін жариялаймын. Және тұтынушылармен байланыс: жаңа клиенттерді арттыру және тегін сынамалар мен арнайы ұсыныстар беремін. Сонымен қатар тұрақты клиенттермен арнайы бағдарламалар енгіземін. Табысты микрозелень бизнесінің нақты мысалы: мысалға, Grainsprout стартапы. Алматыдағы Grainsprout микрозелень стартапы 1 жыл ішінде өсу қарқыны 5 есеге артты. Олардың тұрақты клиенттері: олар онлайн тапсырыстар жүйесін құрып, қаланың жетекші мейрамханаларымен ұзақ мерзімді келісімдерге жасады. Өнімді кеңейту: микрозеленьді шикізат ретінде сатумен қатар одан жасалған салаттар, смузи және пайдалы тағамдарды қолданды. Брендті дамыту үшін экологиялық тазалық пен жергілікті өнімділікті насихаттап, клиенттер арасында танымал брендке айналды. Қиындықтар мен оларды шешу жолдары: біріншісі, тұқым сапасына қарай сенімді және сертификатталған жеткізушілерді таңдаймын. Сонымен қатар тез бұзылу: жинағаннан кейінгі өнімді дереу салқындатылған жерге апарып және олардың тұтынушыларға қысқа мерзімде апаруға тырысамын. Және бәсекелестік: нарықта ерекшелену үшін микрозеленьнің экзотикалық түрлерін ала отырып, оларды өсіремін. Микрозелень өндірісін кеңейту мүмкіндіктері: ол үшін технология енгізіп, гидропоника және вертикалды ферма технологияларын қолданамын. Өндіріс алаңдары үшін сұраныс артқан сайын қала сыртында үлкен өндіріс алаңын орнатып, немесе жалға аламын.
экспорт және бренд. Өнімнің сапасын арттырып, халықаралық стандартқа сай сертификат алу арқылы экспортқа шығуға және өз брендімді дамытуға тырысамын. Осы бизнес жобамның қорытындылай келе, Мұғалжар ауданының орталығы Қандыағаш қаласында микрозеленді сататын немесе өсіретін орталықтар жоқ. Сондықтан да мен осы микрозеленмен айналысуды шештім. Ендігіде болашақта осы микрозелендерді өсіре отырып, Қандыағаш қаласындағы кафелер мен мейрамханалармен жұмыс істегім келеді. Микрозелень өндірісі бұл жай ғана ауыл шаруашылығы емес, сонымен қатар бұл денсаулыққа деген инвестиция және болашақтың бизнесі. Назарларыңызға көп рахмет.